Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номер 96 сабағымызды бастаймыз. Өрнектер, теңдеулер. Теңдеулер шешесін, өрнектердің мәнін табасын. Бірінші есеп. Сурет бойынша теңдіктер мен теңсіздіктер құрастыры. Мысалы бізде жылқылар бар. 3-ке 2 қосқанда ол бізде 5-ке тең болады. Келесі 4 гүл бар, оған 3 гүлді қосқанда 7 гүл шығады. 5 7-ден кем. Келесі бізде 7 азайтылған 5 деуге болады. Бізде 7 гүл бар, жаңа 5 жылқыны азайтамыз, 7 азайтылған 5 2-ге тең болады. Одан кейін бізде 8 гүл бар мына жерде, одан 4 қойды азайтамыз, 4 қозыны азайтамыз. Ол бізде олай болса кем болады, 2 4-тен кем. Келесі, мысалы 5 қосылған 7. Мінекей 5, жаңа 7 гүл бар, оған 5 жылқыны қосамыз дегенде тек қана сандарын қосып жатырмыз мына жерде. Біз мақсатымыз теңдіктер мен теңсіздіктер құрастыру. Одан кейін 5 қосылған 7 12 болады. 4 қосылған 8, ол 12-ге тең болады. 4 азайтылған 2 2-ге тең, 5 азайтылған 3 2-ге тең болады. Екінші есеп, әріпті өрнектер жаз. А тең болады 20 болғандағы қосынның мәнін тап. Қосылғыш 20-ға тең және А-ға тең. 20 қосылған А өрнегі берілген, мұндағы А 20-ға тең. А-ның орнына 20 қоямыз, 20 қосылған 20 40-қа тең болады. Келесі А қосылған 50 өрнегі берілген, А-ның орнына 20 қоямыз, 20 қосылған 50 70-ке тең болады. Келесі 40 қосылған А. А-ның орнына 20 қоямыз, 40 қосылған 20 60-қа тең болады. Үшінші есеп, теңдеулерді шеш. 20 қосылған X тең болады 60. X табу үшін 60-тан 20 азайтамыз, ол бізде 40-қа тең болады. X орнына 40 қоямыз, 20-ға 40 қосқанда 60 болады, 60 60-қа тең. 80 азайтылған X тең болады 30. X табу үшін 80-нен 30 азайтамыз, ол бізде 50-ге тең болады. X орнына 50 қоямыз, 80-нен 50 азайтқанда 30-ға тең болады. 30 30-ға тең. Төртінші есеп, есепті шығар. Сырым бір саны ойлады, оны 40-қа кеміткенде 60 саны шықты. Сырым қандай саны ойлады? Өзін осыған ұқсас есеп құрастыр. Былай баста, мен бір сан ойладым. Мысалы, жаңағы біз айтты, бір сан ойлады, одан 40 азайтамыз деді, 60 шығады дейді. Осы теңдеуді шығарайық. X табу үшін 60-ға 40 қосамыз, ол бізде 100-ге тең болады. X орнына 100 қоямыз, 100 азайтылған 40 60-қа тең болады, 60 60-қа тең. Келесі, енді біздер айтты, өзіміз есеп құрастырамыз, оны біз былай бастауымыз керек. Мен бір сан ойладым, оны 30-ға кеміткенде 50 саны шықты. Мен қандай сан ойладым? X азайтылған 30 тең болады 50 болады. X табу үшін 50-ге 30 қосамыз, ол 80-ге тең болады. X орнына 80 қоямыз, 80-нен 30 айтқан кезде 50-ге тең болады. 50 50-ге тең. Бесінші есеп. Балалар балық аулауға барды. Сырымның қармағы дәулеттігіне қарағанда ұзын, бірақ Нұрландікіне қарағанда қысқа. Қармақтары кесінділермен белгіленген кімнің қармағы ең ұзыны? Бұл жерде сырымдікі ең орташасы, Нұрлан одан үлкен, ал дәулет одан кішкентай. Сондай, ең үлкені Нұрланда, ортаншысы сырымда, ал ең кішісі дәулетте. Ең ұзын қармақ Нұрланда деп жазып қоямыз. Және одан бөлек мына кесіндерді біздер өлшейміз. Олар 5 см, 4 см және 3 см-ге тең. Осымен, құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.